Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осы клубничный букетті қалай скотчтау керек сол жайында видео түсірмекшімін. Бірақ бас жағында қалай мынандай домалақ узорды салу керек, соны да көрсете кетейін деп осы жағында түсірдім. Егер бірден скотчтайтын жағын көргіңіз келсе, ортасына қарай айналдыра салыңыздар. Видеоны барынша толық түсірейін деп қысқартпай, сіздер түсінікті қарасын деп қысқартпай түсірдім. Сонымен барлық нелерімді дайындап алдым, клубникаларымды. Скотчты осылай бас жағын ашып дайындап алыңыздар. Ортаға қоятын клубника мен қасына қоятын бір клубниканы, осылай екі клубниканы таңдап аласыздар. Міне көрсетіп тұрғанымдай айқастырасыздар. X қылып айқастырасыздар. Осы X-тің бойымен енді скотчтайсыздар айналдыра. Міне екі клубниканы біріктіріп алдым и бірнеше рет қатты болып ұстағанша дейін 2-3 рет айналдыра скотчтаймын. Міне жақсылап беку керек та скотчқа. Сосын қараңыздар, енді келесі клубниканы ары қарай спираль күйінше орналастыра бересіздер. Анау екі клубниканы шпажкасының арасына, прям арасына қойып тұрып, тағы да айналдыра скотчтайсыздар. Әр шпажканы қойған сайын скотчтап, 2-3 рет скотчтап айналдырып тұрыңыздар. Міне келесі шпажканы да дәл солай екі шпажканы арасына асты жағын кіргізіп жібересіздер. И байна орналастырасыздар. Вот, айналдыра скотчтайсыздар. Скотчтау барысында жоғарғы жағын бақылап тұрыңыздар. Жоғарғы жағы тегіс болу керек. Вот, ортаға кокосовый клубниканы алып алдым. Айналасына қара розовый қылып, кезекпе кезек 6 клубниканы қойып, гүл сияқты қылып айналдырасыздар ғой. Міне мен сол қолыма ұстап тұрам букетті, оң қолмен скотчтаймын. И сағат тіліне қарсы скотчтап айналдырып тұрам. Міне көрдіңіздер ме, шпажканың асты жағынан арасына салып жібердім. И қайтадан айналдырасыздар. Вот. Енді соңғы клубниканы қоямыз. Тоже міне ашық тұрады астында өзі бір бұрышы. Сол бұрышқа тығып жібересіздер шпажканы астын. Қолмен қысып тұрасыздар и айналдыра 2-3 айналдырып скотчтайсыздар. Вот. Ортаңғы несі қаланды. Осы орта бойынша енді қалған клубникаларды айналдыра орай бересіздер өстіп скотчтап. Каждый бір клубниканы қойған сайын обязательно скотчтап тұрыңыздар и үсті тегіс болуын қадағалаңыздар. Әр клубниканың біреусінің асты ұзын, біреусі андай биік, біреусі кішкентай болып қалады клубникаларыңыз. Сол үшін жоғарғы жағын теңестіріп скотчтай беріңіздер. Астында шпажкалар ұзын қысқа болып тұрғаннан ол ештен кетпейді. Главный төбесін тегіс қылып жасауға тырысыңыздар.
Болды, дәл осылай барлық клубниканы спираль күйінше, яғни тіп-тік емес, спираль күйінше сағат тіліне қарсы қойып айналдыра бересіздер скотчпен.
Вот соңғы клубниканы қойдым. Тағы да 2-3 айналдырып скотчтап аламын бекітіп. Сосын барып скотчты енді айналдырып, керісінше жағымен скотчтайсыздар қыздар, жабысқақ жағы сыртқа қарап тұру керек. Сол кезде упаковка сыртынан қаптайсыздар ғой, сол жақсы бекитін болады. Осылай сыртқа қарай айналдырып, скотчты қырқасыздар. Міне общий букеттің қаңқасы дайын, төбесі міне тегіс болды. И осындай болып домалатып, яғни ортаңғы клубниканы айналасына жинай бересіздер. Вот букетіміз дайын. Енді упаковкасын жасауға кірісеміз. Енді упаковканы жасаймыз. Упаковка жасауды алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын. Салфетканы 4-ке қырқып бөліп аласыздар. Теңдей етіп 4-ке бөлесіздер. Түзу, аккуратно қырқуға тырысыңыздар. Шеттері қисық-қисық болса, упаковкаларыңыз жалпы ораған кезде әдемі көрінбей қалады. Сосын упаковканың узоры бар болса, егер барлығын бір бағытта өстіп, мысалы менде сары жағы бар ғой, қоршалған, соны сол жағыма жібердім да барлық немде. Мынау сарысы жоқ, сплошной розовый жағын оң жаққа жібердім. Барлық нені төртбұрыштыны осылай нестеңіздер, дайындап алыңыздар міне. Түсініп тұрсыздар ғой, золотистый жан-жағын қоршаған жағын міне сол жаққа жіберіп тұрмын да. Астында розовый тегіс жағы оң жақта тұр. Барлық төртбұрыштыны солай бір немен дайындап алыңыздар. Кейін ораған кезде біреусінде оң жақта, біреуінде сол жақтан рисуногы сөйтіп түсқаса, букеттеріңіз әдемі көрінбей қалады. Вот осылай төртбұрышты букетті былай айқастырасыздар. Екі жағынан екі құлағын тағы айқастырып, степлермен қыстырасыздар. Бұрыш тегіс түсу үшін былай түзеп алыңыздар. Дәл осылай барлық упаковканы қайырып дайындап аласыздар. Үлкен букеттерге бір 4-5 осындай төртбұрышты қағаз кететін болады. Соны алдын ала дайындап алыңыздар. Мен қазір қажет скотчтарды кесіп дайындап қоймақшымын. Сіздер де осылай алдын ала дайындап қойыңыздар. Кішкене төртбұрышты етіп кесіп дайындап аламын. Кейін букетті ораған кезде бірден алуға дайын тұрғаны жақсы. Вот упаковкаларым дайын, скотчым дайын. Енді стеклоны жабамыз. Стеклоны былай букетті ортасына қойып, екі жағына теңдей, екі жақ шетін теңдей қылып қалдырасыздар. Жаңа скотчты сыртқа қарай айналдырдық қой шпажкаға. Соған апарып жабыстырасыздар мына стеклоны. Жалпы чупа-чупс сияқты обертокты айналдырғандай осы қағазбен айналдырып скотчтап шығуларыңыз керек.
Былай шет жағы кішкене егер жетіңкіремей тұрса, қолыңызбен көмектесіп жіберіп, астыға қарай скотчтап жібересіз. Қолмен дайындап алам. И жаңа дайындаған скотчмен скотчтап астыға жабыстырып жібересіз. Болды, ұстап тұрады. Енді осыны қолмен ыңғайлап ұстап тұрып, екінші қолыңызбен скотчтап шығасыздар. Скотчты әрдайым ұш жағын ашып дайындап қойғандарыңыз дұрыс жұмыс жасағанда. Вот. Бір айналдырып қысып аласыздар скотчпен, сосын скотчты қарама-қарсы айналдырасыздар қайтадан. Чтоб сыртына упаковка жақсы орналасу үшін, міне, сыртқа қарай орап шығасыздар. Міне, букетіміз почти дайын. Оберток орадық, енді тек сыртқы қағазын орау қалды. Ол үшін бұлай бір-бір қағаздан алып, жан-жағынан скотчтап шығасыздар. Прям слишком төмен алып жібермеңіздер. Міне мен көрсеткендей клубниканың астынан ұстап тұрасыздар бір қолмен, екінші қолдарыңызбен екі жағынан скотчтап шығасыздар. Вот, скотчтадым. Дәл осылай қағазды орналастырасыздар. Келесі қағазды енді алдыңғы қағаздың соңғы үшбұрышы бар ғой, соған айқастырып орналастырасыздар. Көрдіңіздер ме, бұрышы барып айқасып тұр. Ол жағында скотчтап, міне орналастырасыздар. Дәл осылай орналасу арқылы букеттеріңіздің орамасы әдемі орналасатын болады. Міне келесі қағазды да соңғы үшбұрыштан сәл асырып тұр, көрдіңіз бе? Екі бұрыштың ортасына апарасыздар. Келесі бұрышты. Вот, міне қарасаңыздар, бәрі түсінікті деп ойлаймын. Жағына скотчтайсыздар. Енді қараңыздар, соңғы қаптаманы қоярда ар жағын ең бірінші қаптаманы орналастырдыңыздар ғой. Қазір көрсетем. Ең бірінші қаптаманы орналастырдыңыздар ғой баны, соны скотчын ақырындап ашасыздар. Сосын соның астына соңғы қаптаманың бұрышын кіргізіп жіберіңіздер. Сол кезде букеттеріңіздің рисунктары әдемі келісіп, кругтарыңыз толық болып көрінетін болады. Ал егер рисунығы жоқ оберток болса, онда оған қарамай бірден жабыстыра берсеңіздер болады. Міне, дайын упаковканың жоғарғы жағы.